Ассалаумағалейкум құрметті көрермендер. Жер бетінде тіршілік ететін көптеген жыртқыш аңдар, егер де олар өте аш болса, адамдарды өлтіріп етін жеуден тайынбайды. Бірақ адамдарды жеу мақсатпен әдейі шабуыл жасайтындары табиғатта өте сирек кездеседі. Бұл видеода мен сіздерге адамзат тарихындағы көп адамдарды өлтіріп жеген ең танымал жыртқыш жануарлардың тізімін ұсынамын. Ал кеттік. 10-шы орында Нью-Джерсиде 4 адамның қаза болуына және бір баланың қатты жарақат алуына себеп болған ақ акулалар орналасқан. Қазіргі уақытта ақ акула әлемдегі ең үлкен акулалардың бірі болып саналады және ең қауіпті жыртқыштардың бірі болып табылады. Алайда 1916 жылы адамдар олардан онша қатты қорықпайтын еді. Бірақ акулалар өзінің алғашқы құрбаны Чарльз Вансантқа таяз суда шабуыл жасап, ер адам көп қан жолатқан себептен ауруханаға жеткізілмес бұрын қайтыс болып кетті. Осыдан арада 5 күн өткеннен кейін жағадан алыстау жерде тағы бір адам акулалардың шабуылынан көз жұмды. Келесі шабуылдар теңізде емес, Матаван қаласының маңындағы өзенде болды. Бұл жолы 2 бала мен Стэнли Фишер есімді ер адам құрбан болып, олардың ішінен қатты жарақат алғанына қарамастан бір ұл бала ғана тірі қалды. Көп ұзамай адамдарға шабуыл жасаған ақ акула ұсталды және оның асқазанынан адамның дене мүшелері табылды. Осыдан кейін бұл акулалар каннибалдар деген атаққа ие болды. Кейіннен бұл Нью-Джерсидегі акулалардың шабуылы Питер Бенчлиге «Челюсти» кітабын жазуға шабыт беріп, ал Стивен Спилберг оның кітабы бойынша қорқынышты фильм түсірген. 9-шы орында Жапонияның Хоккайдо аралында орналасқан Санкэбетс ауылының 7 тұрғынын өлтірген қоңыр аю Кесагаки орналасқан. Бұл аюдың шабуылдары 1916 жылдың желтоқсан айының 9 мен 14 күндер аралығында болды. Оның барлық құрбандары әйелдер мен балалар болған. Ең алғаш рет бұл ұйқыдан мерзімнен бұрын тұрған аюды Икедо диқаншының үйінің ауласынан байқайды. Сол кезде адамдардың қатты айқай-шуынан аю бірден қашып кеткен болатын. Бірақ көп ұзамай аш аю Икедоның үйіне қайтып оралып келеді. Сол кезде мылтықтарын дайындап қойған жапондықтар жыртқыш аңды өлтіруге тырысып, тіпті оған бірнеше рет оқ тигізген болатын. Бірақ Кесагаки қайтадан қашып құтыла алды. Келесі күні таңертең аңшылар аюдың қалдырған қанының ізімен жүріп, оны өлтірмекші болады. Бірақ боранның басталуына байланысты іздестіру шараларын тоқтатып, оралуға мәжбүр болды. Кейін олар аю жарақат алғандықтан енді ол ауылға жоламайды деп шешті. Бірақ олар қателескен еді. Нәтижесінде ашынған әрі ызаланған аю Отто мен Миюки диқаншыларының үйлеріне күтпеген жерден басып кіріп, олардың әйелдері мен балаларын өлтіріп жеп қойған болатын. Ақыры бұл Кесагаки аюды тек тәжірибелі аңшы Ямамото Хейкитидің көмегімен ғана өлтіру жүзеге асты. Құбыжықты өлтіргеннен кейін оның бойы 3 метр, салмағы 380 келі екендігі анықталды. Осы оқиғалардың негізінде 1990 жылы жапондық режиссер Синити Тиба «Сары азу» атты фильмді түсірді. 8-ші орында Турку қаласының маңында 22 баланы өлтіріп жеп қойған қасқырлар орналасқан. Қазіргі уақытта Финляндия тыныш және қауіпсіз Европа мемлекеттерінің бірі болып саналады. Алайда 19-шы ғасырдың аяғында оның аумағында, яғни дәлірек айтсақ 1880-1881 жылдар аралығында Турку қаласының жанында 22 баланы өлтіріп жеген қасқырдың үштігі сол жердегі халықтың мазасын кетіріп, қорқыныш пен үрейде ұстап отырған. Бұл қасқырлардың құрбандарының орташа жасы 6-да болған. Көк бөрілердің шабуылдары жергілікті тұрғындардың алаңдаушылығын тудырған соншалықты жергілікті әкімшілік пен ұлттық үкіметтің, ресейлік және литвалық аңшылардың, сондай-ақ армияның көмегіне жүгінуге тура келді. Қасқырлар соңғы құрбандығын 1881 жылдың 18 қарашасында өлтірді, ал 1882 жылдың 12 қаңтарында кәрі қасқырдың ұрғашысы атылып, 12 күннен кейін бір ересек еркек қасқыр уландырылды. 3-ші қасқыр сол бойы із-түзсіз жоғалып кетті. 7-ші орында 30 адамның өліміне себепші болған Майсур аю орналасқан. Аюлардың шабуылдарының басым көпшілігі адамдарды өлтіру мақсатта емес, өзінің ұстап алған олжасын, мекен аумағын және кішкентай қонжықтарын қорғау мақсатпен жасалады. Олардың адамды олжа деп санап, адамға шабуыл жасау сирек құбылыс. Сондай каннибал аюлардың бір мысал ретінде 1957 жылы Үндістанның Бангалор маңындағы адамдарды өлтіріп жеген Майсур жыртқышын келтіруге болады. Нәтижесінде сол аю 30 адамды өлтіріп, бұдан саны 2 есе көп адамдарды мүгедек қылған. Жергілікті тұрғындар бұл аюдың жауыздығын оның өлтірілген қонжықтары үшін адамдардан кек алуы деп сенді.
6-шы орында кем дегенде 125 адамды өлтіріп, олардың етін жеген рудропраяг леопарды орналасқан. Леопард әдемі, шапшаң және денесі созылыңқы, аяқтары қысқа әрі мықты жыртқыш. Бірақ оларды әлемдегі ең қорқынышты адам өлтіруші жануарлардың бірі деп санауға бола ма? Оны Үндістанның рудропраяг округінде 1918 жылдан 1926 жылға дейін адамдардың үрейін тудырып, зәресін алған қарадақтары бар жыртқыш дәлелдеген болатын. Айтпақшы, леопард жер бетіндегі ең ежелгі жыртқыштардың бірі. Оның тістерінің тістеген іздері ежелгі адамдар гоминидтердің тас болып қатып қалған сүйектерінен табылды. Яғни бұл жабайы мысықтардың 3 миллион жыл бұрын өмір сүрген адамдармен қоректенгенін көрсетеді. Осымен біздің дайындаған адамзат тарихындағы көп адамдарды өлтіріп жеген ең танымал жыртқыш жануарлардың рейтингісінің бірінші бөлімі тәмам. Достар, егер де сіздерге бұл видео ұнаса, лайк басып, келесі видеода шығатын осы тізімнің жалғасын жіберіп алмау үшін арнаға жазылуды ұмытпаңыздар. Қалай ойлайсыздар, біздің халқымыздың тарихында осындай жыртқыш аңдар болды ма? Және болса, олар жануарлардың қай түріне жатқан? Өздеріңіздің ой-пікірлеріңізді комментарияда жазыңыздар. Көргендеріңізге рахмет. Келесі қызықты видеоларда жүздескенше сау саламат болыңыздар.